Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз алдағы келе жатқан мейрам, яғни мемлекеттік ресми мейрам 25 қазанда болады, республика күні. Жалпы бұл не мейрам, неге аталып өтеді деген тарихына тоқтап кетсек, әңгімемді бастамас бұрын каналды қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, жан-жаққа таратып үлкен қолдау болар еді каналымның дамуына. Әңгімемді бастайын. 1990 жылы КСРО-ның жоғарғы кеңесінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының тәуелсіздік жайында декларациясын қабылданды. Яғни жалпы декларация құжатын қабылдағанда бұрынғыдай толыққанда Мәскеуден емес, Алматыдан көп шешімдер өзара тарапынан шешілетін болып, бейтарапты өзінің тәуелсіздік жайлы шешімін қабылдады. Алғашқы қадам деп айтуға болады. Сондықтан қазақ халқы 300 жылдан астам Орыс империясының қол астында болған өзінің тәуелсіздік жайлы алғашқы құжатын қабылдады. Яғни көптен аңсаған күткен құжат деп айтуға болады. Жалпы КСРО тарихында қазақтарды өз еркімен қосылған халықты санағанда, яғни тарихи деректерді жоққа шығарып, жалған ақпаратпен айтып келді. 300-ден астам көтеріліс пен шағын соғыстар болған халық қайдан ол өз еркімен қосыла қояды? Негізі жалпы ол тек Әбілқайырдың ұлы жүз бен орта жүзден қолдау алмағасын орыс князьдіктері қолдайды деп, орыстардың басшы жалпы империясы қолдайды деп, ұлы хан болуына өзінің көздегенімен қосылған саясат. Сондықтан да бұл күннің және бұл мейрамның аталып өтуі қазақ тарихында ерекше орын деп атауға да болады. Жалпы бұндай декларация қабылдаған мысалға ақш штаттарында да 4 шілде күнін атап өтеді, яғни тәуелсіздік күні деп. Ол кездерде оларда да декларация қабылданған жөнінен тәуелсіздігі. Бұл мейрамның мемлекеттік мейрам болып 2001 жылы бекітілгенмен 2009 жылдары қайтадан алынып тастады. Яғни кейін 2011-де алғаш тұңғыш президенттің күні деп бекітіліп 1 желтоқсанда орнына сол мейрам тойланып келді. Ол шықпас бұрын негізі жалпы Марат Тажин мен Ерлан Қариннің елбасы деген жобамен үлкен іс-шаралар шығарды. Кейін бұны президент аппаратының бастығы Аслан Мусин да өз жоба жетекшілік етіп, осылай жеке басқа табыну деп айтуға болады. Іске жобаға асты. Сондықтан да президенттік мейрам ойлап табылып 1 желтоқсан кейін республика күнін атаудан қалды. Кейін белгілі оқиғалар қаңтардан кейін Тоқаев президентіміз қайтадан республика күнін тойлауды деп қайтып мемлекет мейрамы және демалатын күн қылып бекітті. Ежелгі грек ғалым айтқандай, құлдарға көсем керек, ал шынайы азамат халыққа заң керек деп. Яғни еліміздің тыныштығы мен амандығы өз қолымызда, әр халық өзінің билеушісіне лайықты дейді. Сондықтан заңымызды мемлекет жерімізге бәріне бағынып, көсеміз демей, өзімізден бастайық ағайын. Өзімізде заңды қолдап, заңды сақтап, әр адам өзінің құқығын біліп, осы мемлекеттің заңға сәйкес органдардың жұмыс істегенін қадағалайық. Сондықтан елдің бәрі гүлденеді. Ешқашан біреуді мақтап көсем болмайық ағайын. Әрине, әр адам өз пенде ғой, билік пен байлық адамның ниетін бұзады. Сондықтан болашақта жағымпаздықты, басқа да жаман әдетті қойып, мықты мемлекет болуға тырысайық. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Қазақтың тойлар күндері көп болсын ағайын. Пікір ойларыңыз болса, комментарий жазып, лайк басып, каналға жазылып, астыға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.